Сәлем балалар! Ана тілі пәнінен 61-ші сабақ заттың атын білдіретін сөздер тақырыбын өтеміз. Балалар, бірінші жаттығу қарақшы. Бірінші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Денсаулықты сақтайық. Кез келген адам өз денсаулығын күту керек. Ол үшін денесін шынықтыру қажет. Денені шынықтыруға жаттығулар жасау, жүгіру, суда жүзу жатады. Денсаулығы жақсы адам үнемі көңілді жүреді. Ойлау қабілеті артады. Денсаулықты сақтау үшін дұрыс тамақтанған жөн. Таза ауада көп жүрген абзал. Балалар, мәтін неліктен денсаулықты сақтайық деп аталған? Жақсы, жарайсыңдар. Өйткені мәтінде денсаулықты сақтау, күту туралы айтылған екен, жақсы. Дені сау болу үшін адам не істеу керек екен, балалар? Дұрыс айтасыңдар. Адамның дені сау болу үшін денесін шынықтыру қажет екен, балалар, Жақсы. Және дұрыс тамақтану керек, таза ауада көп жүру керек. Сонда адамның денсаулығы өте жақсы болады екен, балалар. Адам, ауа сөздеріне сұрақ қойайықшы. Адам. Кім? Адам. Дұрыс айтасыңдар. Ауа. Не? Ауа. Жақсы, жарайсыңдар. Бұл сөздер заттың атын білдіріп тұрғанын байқайсыңдар ма? Дұрыс айтасыздар. Заттың атын білдіріп тұр, балалар. Заттың атын білдіретін сөздерге кім, кімдер, нелер деген сұрақ қойылады, балалар. Есімізден шығармайық, балалар. Балалар, кім? Сұрақ қойықшы. Кім? Суретке қарайық. Кім? Қыз, балалар. Кім? Мұғалім. Кім? Дұрыс айтасыңдар. Аға екен, балалар. Келесі не? Кілт, не? Кітап, не? Өшіргіш, не? Ит, не? Қағаз, не? Есік. Жарайсыңдар, балалар. Келесі екінші жаттығуға қарақ. Екінші жаттығу көркем жаз. Балалар, ішер кезде астымен қолды жуып жүремін. Балалар, көркем етіп дәптерімізге жазып алайық. Балалар, әр қашанда тамақты ішердің алдында қолымызды жуып жүруіміз керек. Сол кезде денсаулығымыз өте жақсы болады. Жақсы, жарайсыңдар, балалар. Үшінші жаттығуға қарайық. Үшінші жаттығу. Топта жасырынған сөздерді тап, сол сөздерді қатыстырып сөйлем құра дейді, балалар. Бірінші топқа қарайық. Қандай сөз шығады екен? Дұрыс айтасыңдар. Шымыр деген сөз шығады. Келесі топтан спорт, келесі күшті, одан кейінгі соңғы топтан күрес деген сөздер шығады екен. Жарайсыңдар, балалар. Енді, балалар, осы сөздердің әр қайсына сөйлем құрайық. Шымыр сөзіне сөйлем құрайық, ойланайық. Шынықсаң, шымыр боласың. Жақсы. Келесі спорт, денсаулық кепілі. Жақсы, балалар. Келесі бірлігі жоқ ел тозар, бірлігі күшті ел озар. Балалар, жарайсыңдар. Келесі сөз бізде күрес. Балалар, күрес спорт түрі. Балалар, жақсы, жарайсыңдар. Осымен, балалар, біздің сабағымыз аяқталды. Каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпа. Сау болыңдар, балалар.